келесиңдер ме балалар? Қазір бізге математика сабағы, математика қажетті заттарды алып алдыңдар. Енді балалар, сендердің аналарың ыстық шай қайнатып қойыпты сендерге самаурынмен. Сол ыстық шайды қазір бір-бір кружка алу арқылы топтарға бөлініп отыра қойыңдар, Кәне, бәріміз тақтадағы суреттерін алайық. Кезек-кезек алып болғанда отыра қойыңдар. Ана деген топты алғандар, анаға бара қалыңдар. Әке деген топты, әке тобына отырамыз, Кәне, алып болған балалар отыра береміз. Енді оқығанда бері салған балалар. Кәне балалар, бәріміз орнымызда тұрып, сәлемдесіп алайық бәріміз, Кәне. Осылай әдепті, үлгілі болып өсіңдер, Балалар, қазір сендер маған көмектесіп жүріңдер, Мына жерде күннің бетін бұлт басып қапты. Көріп тұрмыз ба? Енді осы күннің бетін ашу үшін сендер маған көмектесе қойыңдар. Ол үшін бұлттың бетінде мынадай мақал тұр екен. Соның жалғастарын табуларын керексіңдер. Кәне, досы көпті жау алмайды. Ақылы көпті дау алмайды дейді. Дұрыс айтасыңдар, Ендеше мен күннің жарқысын аштым. Келесі мақалды айтыңдаршы. Аққуды атпа, досыңды сатпа. Ой, жарайсыңдар, міне досыңды сатпа деңдер. Тамаша. Ендеше бұл мақалдар не туралы екен? Достық туралы екен, достық. Ендеше бүгін біз достарымыз туралы әңгімелесетін боламыз. Достармен бірге тапсырмалар орындайтын боламыз. Осы аптаның дәйек сөзі, балалар, тура биде туған жоқ деп аталады. Сендер қалай түсінесіңдер? Тура биде туған жоқ не деген сөз? Кім айтады? Дұрыс айтады. Биде туысқан жоқ деп оғамыз тағы да? Әділетті болу керек, Жақсы. Тағы да? Қандай деп ойлайсыңдар? Шатаспау керек дейді. Дұрыс айтады. Туысы жоқ деп ойлайсың екен, Жақсы. Биде адал болу керек, әділ болу керек деп айтып отырсыңдар. Жарайсыңдар балалар, өте дұрыс айттыңдар. Ал енді балалар, қазір өткен сабақ есімізге түсіріп өтейік, Кәне, ол үшін қазір достарымызға көмектесейік, Мына жерде досымыз қалқан ату ойын ойнап жатыр екен. Соған көмектесуіміз керекпіз. Кәне, мына жерде тұрған 3 пен 2-нің қосындысын кім айтады? Қол көтеріп қана айташы. Ал айта ғой? 5 дейді. 5 деген дұрыс екен. Астында 5 деген жауапқа бар. Көрдіңдер ме? Қараңдар міне. 5 деген бибінің айтқанын басайық. Тура түсірді. 5 пе екен, рас пе екен? Дұрыс екен. Жарайсың. Енді келесіге келу үшін келесі тапсырманы жоқ тыңдап отырамыз, қарап отырамыз. Қараңдар енді. 2 қосу 3 дейді. Оны кім айтты? Ал солдан ата ғой. Кешберге 5 деген өзің басына жүрді. Кейбір ойлеріне бастырып отырайын. 5-ті баса қойды. Дұрыс пе екен сен жауабың? Ой, сабақта түсірді, Дұрыс екен, алақай деп басып отырамыз. Жарайсыңдар, келесі. Енді не дейді? 5 қалды 2. Неше болады? Мансұр келе ғой. Мансұр. Неше дейсі? 3. Ал ендеше. Басып көр. Ана басып. Ой, тамаша. Жарайсың, достарына. Алақан соғып отырамыз. Жарайсың. Келесі. Алдына қараймыз. Кәне. Тағым айтады. Айсана. Жүгір тезін. Кәне, қайсы болады? Неше болады? 5-тен 3 алса? Ал кәне, басағынан ортасын басып қаласын. Жарайсың, дұрыс таптыңдар. Тамаша. Сендер мына қалқанның барлық тапсырмаларын балалар дұрыс орындарыңдар, достарына жақсы көмектесіңдер. Енді маған айтыңдаршы. Жаңа сендер айтып жатыңдар, ең біріншінде 3 қосу 2 деп басталды. Енді қосқыштардың орындарын бастырып айта қойыңдаршы. Ал енді осы қосу
тексереміз. Қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтса, тамаша. Тағы да қалай тексеруге болады? Қосындының мәнінен керісінше екінші қосылғышты азайтса, жарайсыңдар. Қосудың ауыстырымдық қасиетін сендер жақсы біледі екенсіңдер. Балалар, қазір сендер маған көмектесіп жүріңдер, иә? Мына жерде күннің бетін бұлт басып қапты. Көріп тұрмыз ба? Енді осы күннің бетін ашу үшін сендер маған көмектесе қойыңдар. Ол үшін мына бұлттың бетінде мынадай мақал тұр екен. Соның жалғастарын табуларын керексіңдер. Кәне, досы көпті жау алмайды. Ақылы көпті дау алмайды дейді. Дұрыс айтасыңдар, иә? Ендеше міне күннің жартысын аштық. Келесі мақалды айтыңдаршы. Аққуды атпа, досыңды сатпа. Ой, жарайсыңдар, міне досыңды сатпа деңдер. Тамаша. Ендеше бұл мақалдар не туралы екен? Достық туралы екен, не? Достық. Ендеше бүгін біз достарымыз туралы әңгімелесетін боламыз. Достармен бірге тапсырмалар орындайтын боламыз. Жаңа біз достарға көмектесіп, достармен бірге тапсырмалар орындаймыз дегенбіз, иә? Енді қараңдаршы, міне біздің достарымыз сендерге мынандай асықтар алып кетті балалар. Ұлттық ойынымыз асықтарды білесіздер ғой, иә? Енді қараңдаршы, бірінші қатарға қараңдар, міне сары асық, бір сары асық, мына жерде екі сары асық, үш сары асық деп сары асықтардың сандары қайтып келеді, артып келе жатыр, иә? Енді осылардың әрқайсысынан төртті қосып жатыр екен. Осының қалай қосудың өрнегімен жазып шығарамыз. Мына бірінші қатар. Жарайсың, келе ғой, енді сен кетші. Жазамын. Қазір шығамыз, иә? Үнжілді қарап отырайық, дұрыс жазылма. Я? Дұрыс жазып жатыр ма? Қарап отырайық. Жарайсың. Ол отыра ғой. Келесі, келе ғой. Қатар-қатар келе береді, тез-тез. Келесі екінші қатарды қосамыз, иә? Екі қосу. Астына жазамыз. Не дұрыс жазып жатыр ма екен? Үлкендеу жазсаң, тіпті жақсы сандарын. Сен кішкентай болып қалды, иә? Деп жазамыз. Мансұр жүгір үшіншісіне. Жақсы жинақ жазамын. Достар дұрыс есептеп жатыр ма екен? Қарап тұрайық. Келесіге кел, Даяна. Кезек-кезек келе береміз бәріміз қатар-қатармен. Келесі. Келесіге Айша жүгіріп келе береміз. Жарайсың, өте жақсы. Жылдам. Тез қосып өтті, иә? Сығыштар дұрыс, сығыштың саны сәлем пайдаланам десек. Нешеке? Ой, жарайсың, отыра ғой. Келесі, Маяға. Ал енді келесі балалар қарап отырайық мына тапсырманы. Жаңа біз қосу кестесін құрдық, иә? Енді азайту кестесін құрамыз, иә? Бірінші қатарда қараңдар. 5 асық тұр, иә? 5 асықтан жасыл асықтарды алып тастаймын. Иә? Сонда неше асық қалады? Бір сары асық қалады. Соны өрнек түрінде қалай жазамыз? Яғни осыны жазайық.
Келесі жандос келесі екінші қатар қарай. Екінші қатардағы сурет бойынша. Алу 4. Ya жазыласыздар балаңыз. 4 ya жазыласыздар балаңыз. Келесіге жылдам жүгіре берші уақыттарына, ya. Meni o'chiramiz. Endi bo'lsin qo'y. Turishlar jotirmi? Alloh yaxshi, kelesiga aytaman. Kela qo'yishlar. Altın qo'y. Ya. Сам сөйлеп бойынша есептеп жатыр. Жақсы, келесі кім шыққан жоқ, ер болсын. Жақсы, назар келесіне. Неше анда, неше? Біз қандай кесте құрдық? Қосудың кестесін құрдық, содан кейін азайтудың кестесін құрдық. 4-ті қосудың, азайтудың кестесін құрған екенбіз. Ал енді бірінші қатардан бір мысал кетіп өтесін, қосқыштардың орындарын ауыстырмай айтыңдаршы. Одан кейін дейміз, сол сияқты қосқыштардың орындарын ауыстырып та өрнек құрастыруға бола ма екен? Қосқыштардың орындарын ауыстырғаннан бермейді екен. Тамаша, сендер оны жақсы меңгеріпсіңдер, иә? Сонымен балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз 4 санын қосу және азайту деп аталады екен. Оның кестесін жаңа сендер тәттіңдер, құрдыңдар. Көріп отырмыз ба? Яғни бір таңбалы сандарды ондықтан аттамай қосу, азайтуды үйрену және оны сабақта қолдана білу үйренесіңдер. Және де қосудың ауыстырулық қасиеті қолдануды білетін боласыңдар, иә? Енді барлығымыз қазір балалар оқулығымызды ашайықшы. Жасайық балалар, кітабымыздың 80-ші бетін ашамыз. 8-і 0-і бар бет аштық па? Жақсы. Енді мына астындағы сызбаға қарайықшы барлығымыз. Мына жердегі сызбаға көрдіңдер ма? Бірінші қай санның құрамы тұр? 10 санның. 10 сан қай сандардың қосындысынан тұрады дейді? 4 пен 6 немесе 6 мен 4. Ал келесі мынау қай сан? 90. 90 қандай сандардың қосындысынан? 5 пен 4. Тамаша. Ал 8-іміз? Жарайсыңдар. Келесі жиырта тезсіз айтып жіберейік. Иә. 6 сан қай сандардың қосындысынан тұрады екен? Айдаға қараймыз. 2 мен 4 айдана кітапқа қарап отырамыз. Келесі 5 саны? Жарайсыңдар. Енді бар ғой балалар, мына жақтағы суретке қарайықшы. Достар, көп достарымыз тұр, иә? Астындағы мына суреттерге астындағы қай жазба сәйкес келеді екен, айтайықшы. Мына жерде мына бірінші сурет қайсыған сәйкес келеді деп ойлайсыңдар? Қайсыған? 8 ғана тұр ма астында басқа не? 8 бала тұр, 8 бала. Оның 4-еуі қайтты. Кетіп барады екен мен бұрылып, иә? Ендеше қайсысынаға сәйкес? Үй қайсысы? 8 алу 4 деп толық айтсаңдаршы енді. Келесі екінші суретке қараймыз. Барлығы 6 бала ойнап жүрген. Оған тағы да неше бала келді? 4 бала. Оған қайсысыға сәйкес? 6 қосылды. Тамаша. Ал келесіне қараңдар. Барлығы 9 бала ойнап жүреді. 4
жұмыс дәптерін аша қойыңдар. 7 сағатта жұмыс дәптеріңізден ашып қойдық па? Жақсы, ашып қойсақ қарай қойыңдар. Менің қолымда не тұр? Сандық тұр, қараңдар. Мынау сендердің ата әжелерінің сандықтары, немерелеріме деп беріп жіберді бүгінгі сабаққа, иә? Енді қарай қойыңдар, сендер егер де қазіргі жұмыс дәптеріндегі тапсырманы дұрыс орындасаңдар, сендердің ата әжелері сендерге бір ұлттық құндылықты тарту етеді, дұрыс орындаған балаларды. Түсініп отырмыз ба? Ал кеттік. Ендеше жұмыс дәптерімізді ашайық. Жұмыс дәптерімізде мынандай тапсырма тұр, көріп тұрмыз ба? Мынандай сызбалар тұр. Сен үйден жазып келіпсің ғой, жазуға болмайды үйден, иә? Мына жерде мынандай сызба тұр, оның құрамына байланысты. Соны мына жерге жазамыз да, қосылғыштардың орындарын ауыстырып жазамыз. Одан кейін сол қосуды қалай тексереміз? Соны өрнектерге бір қатарға жазуымыз керекпіз. Түсінікті ма? Сен енді мынаны орындап қойдың ғой, орындасаң екіншісін орындай бер. Түсінікті ма? Ал қане, бәрімізге тапсырма түсінікті ма? Соны орындап алайық. Одан кейін мына тапсырманы орындаймыз. Қараңдар, бір қатарда неше тастасып тұр? Соның неше сызылып тұр? Оны қалай өрнек түрінде жазамыз, оны мына жерге жазасыңдар. Тыңдар ма? Одан кейін мына жердегі көк машиналар мен қызыл машиналарға байланысты қалай құрастыруға болады? Мысалы, неше көк машина тұр? 5-еу, одан кейін қызыл машина 4-еу, барлық қанша машина екен мына жерге қосамалмен көрсетесіңдер. Ал бәрі кеттік, молодец, жарайсыңдар балалар. Енді кеттік, бастаймыз жұмысымызды. Жарайсың. Енді мынау тұрды. Өрнек құрады екенбіз, тамаша. Орындап болдық деп жатсыңдар, жарайсыңдар. Енді балалар, жаңа сендерге мен аталар мен әжелерінің сандығын алып келдім ғой. Енді сол сандықтың ішіне мынандай бір дорба асық шықты балалар. Сендерге аталарың асық бер жіберіпті. Билейді, егер дұрыс орындаған немерелеріміз болса, соларға асық беріп отырыңыздар депті. Сендер телефонмен көп ойнамасын, одан да бос уақыттарында асық ойнасын депті сендерге. Кәне көріп шығайын. Тамаша, енді үріңді аяқтай ғой, жарайсың. Келесі. Ана, жасыл асықпенен машиналарға да өрнек құрып жіберсеңдер, толықтырып, жарайсың. Адағында дұрыс орындап жатыр екенсің. Тамаша, жарайсың. Жарайсың, міне. Телефон ойынын ойнамай, нені қайтымыз керек екен? Асық ойнамыз керек екен. Жақсы, адағында аяқтап жібер. Сенкі дұрыс, тамаша, жарайсың. Кімдікі қате, соған асық жоқ, аталарың бермейді онда, әптен орындасын дейді. Сен басын дұрыс орындап, енді азайтумен тексер андағын, жылдам тексер. Қазір, мына сиқырлы кітаптар болар, сендерге 3 түрлі конфет беріп жіберді. Қараңдар, 3 түрлі конфет жасырылыпты. Қазір осы бойынша сендерге тапсырма беремін, мысалы, мына бірінші топ болатын болса, сендерге мынандай тапсырма беріпті. Қазір топпен орындаймыз, ортаға қарай жиналамыз да, топтық жұмыс жасаймыз, Міне мынандай тапсырма берілген екен. Көріп тұрсыңдар ма? Енді бұнда 4-ке 2-ні қос депті. Содан мына жерге қосылғыштардың орындарын ауыстырамыз, одан қосуды қай амалмен тексеруші едік? Алумен. Ендеше сол азайту амалмен мына жерге тексеріп, тапсырмаларды орындайсыздар. Кәне, бәріміз мына жерге келіп алайық, қыздар. Кәне, келіп қойыңдар. Келесі топтың тапсырмасын бере қойайын мен. Балалар, бірдей бастаймыз, тоқтай тұрыңдар. Мына жерде қараңдар, бос клеткалар тұр ғой. Сондағы сандарды табамыз. Түсінікті ғой, кәне кеттік. Мына жерге жиналамыз, барлығымыз сырыл берді. Мына бос көздерге артық кем тең тапасының біреуін қоясыңдар. Түсінікті ма? Ал кәне кеттік, орындай қостапсың. Дұрысты жазып па балалар? Өте жақсы жазды. Кәне дұрыс деген белгі көтеріп отыр екен достарым. Тамаша. Сендерге де ендеше мынандай киіз үйді тарту етемін, жарайсыңдар, алдарына қол қойылады. Топ кәне өз белгілеріңді көрсете қойыңдаршы. Тамаша, мына топ болыпты кәне. Келесі топ, кәне көрсете қой. Тамаша, дұрыс, жарайсыңдар. Келесі. Үшінші топта дайын екен, тамаша, жарайсыңдар балалар. Ең бірінші болдық деп отырған мына жақ топ болды, кәне жылдам. Мына жерге келе қалыңдаршы. Мына топ кәне, мына топ алдыға. Келесі мына жерге, кішінде тақтан алда тұрағалыңдар, кішінде тақтан алда. Кәне, қараймыз. Дұрыс орындап па екен, қараймыз. Анда орындапсыздар, енді тақтамен тексер.
Мынандай 10-4 дұрыс жазып екен. Қарай қойыңдар, жарайсыңдар. Ендеше сендердің тапсырмалары өте дұрыс деп. Мен сендерге мынандай әліппеден өтіп жатқан қай әріпті өтіп едік өткенде? Өткен әріпте. Кіні өткенбіз. Қараңдар, К әрпіне басталатын киіз үй ұлттық үйімізді тарту етеміз сендер топтарына. Жарайсыңдар, иә? Өте жақсы отыра қойыңдар. Келесі топ, мына жақ топ шыға қалыңдаршы. Екінші топ, әкеле қойыңдар. Жарайсыңдар. Топқа не көрсете қойыңдар. Сендерге мынандай тапсырма берілген, не тақтадағы сияқты тапсырма көріп тұрсыңдар ма? Осында қосылғыштардың орындарын ауыстыру керек, қосуды тексеру керек дегенбіз, иә? Кәне, қолды алып тұршы. 6-дан 4 қалдық, 6-дан 2 қалдық дейді. Қазір көрейік мынаны. Біраз. Ата-әжеміз жақсы көреміз ба? Иә. Ендеше ата-әжемізге арнап өлең айтып көрейік. Сендердің ата-аналарының мынандай берген кітабын алып келдім. Баламыз білімді болсын, білім шамдары жарқырай берсін деп, мынандай сендерге кітаптар беріпті. Қазір жұппен, көрші-көршімізбен мына тапсырманы орындап жібереміз. Сен боласың, жазып жібереміз, иә, қарындашпен. Кәне, мынаны жаза қойыңдар. Келесі. Мынаны орындай қойыңдар екеуің. Сонымен жаңа сендер білім шамдарын жарқырау тапсырмасын естесіздер, білім шамының тапсырмасын орындаған болатынсыңдар. Қазір міне сендерге дұрыс орындаған балаларға мен мынандай білім кілттерін табыс етем. Бұны сендердің ата-аналарың табыстап тұр. Е, баламыз білімді болсын деп сендерге білім кілтін табыс етпекші. Жарайсыңдар, тамаша. Екеуіңе білім кілттерін жарқырай берсін, е? Жарайсыңдар. Тамаша. Міне мынандай тапсырмаларды дұрыс орындап жатыр екен балалар. Е? Жақсы. Келесі. Сендерді орындап болдыңдар ма? Жарайсыңдар, міне. Білім кілттерін жарқырай берсін. Дұрыс, жарайсыңдар. Екеуіңе білім кілтін табыс етемін. Жарайсыңдар. Қателесіңдер, иә? Болсақ балалар, енді тақтаға қараймыз. Сендер барлық тапсырманы жақсы, өте жақсы орындауға қатысыңдар. Енді қазір біз қымыз ойын ойнаймыз. Ол үшін сендердің балалар, аталарының әжелері сендерге арнап қымыз жинақтан торсыққа. Көріп тұрмыз ба? Осы торсықтар тапсырманы орындау үшін дейді сендерге. Қазір қай мезгіл негізі? Көз мезгілі. Қараңдар, көз мезгілі болған кезде қайтеді? Жан-жануарлар қайда болады? Өрісте жайылып жүреді. Бірақ күздеріне қай мезгіл келуші еді? Қыс мезгілі келетін. Көрдіңдер ма? Қыс мезгілі келетін. Енді қараңдар, қыс мезгілінде малдар өрісте жайылып жүрсе тоңады. Біз оны қайда қамауымыз керекпіз? Қораға. Міне қора балалар. Осы қораға сендер мына малдарды қамауларын керексіңдер. Ол үшін мына торсықтың тапсырмасын орындайсыңдар. Соны орындасаңдар, сендер малдарды қораға қамаған болып саналасыңдар. Бірінші торсыққа қараймыз. Бұл 4 дейді. Орындарға отырып айғайламаймыз. Кәне қол көтереміз. Даяна келе қой. Бұнан білеген ала қой. Сосын қораға қамаймыз. Ол үшін сені айтып алып жауабын, не? 5-ке 4 торсық неше болады? 9 дейді. Ал кәне неменеге жабыстыра қой, қораға кіргіземіз. Қазір қараймыз, ана кәсенің ішінен бала дұрыс жауабы шығады. 9 дейді. Дұрыс па екен? Жарайсыздар. Ендеше әжесі Даянаға бір кәсеп қымыз берді еңбегіне. Жарайсыздар. Қолда баққа қояйық. Келесі тапсырмаға көшейік. Кім шығам дейді? Ал інжір шықшы. Інжір шықсын келе қой, мына жерде жайылып жүрген бір малды айдап қораға
kirgizamiz. Ya'ni ya. To'rtga 5 bo'lsin. Aldan to'rtga 5 bo'lsin ishi bo'lar ekan. 9 ikkita ne bor qo'y. Hozir taqsimlarni so'rabdimi? Tekshirib ko'ring. 9 dik durustmi? Qaysizlar yo'qchi enjurgaydi. Ajrisi qaytgan ekan, bir bezga 9 bergan ekan. Kelesi kim chiqam deydi. Bulardan jandos chiqdi, jandos. Ya, kelesi malda ala qo'ysa. 9 olib 4 o'rnida. 9 olib 4 o'rnida qo'y. Necha ekan? 5 ekan, al жақсы. Onda shu qo'raga qamay qo'y, qo'raga kirgizib жатырмыз. Hali hozir sho'b chiqadi ekan, ko'ring. Qancha ekan? 5 ekan, durust ekan. Tamasha, durust qo'l chaqlaqta qo'yamiz. Samirga qimiz berdi adasining adresi. Tanishlar, kelis taqsimlarni o'rinbosar. Kim chiqqan yo'qmi? Alda, tatimish. Qani. Katta mal. 95 olamiz. Yana so'nggi malni kirgizib qo'y. Necha bor kattam aytaver. 4 deydi, durust ekan, tasdiq. Ayni kuyib жатыр sarıladatib, ajesi qimizni kuyib жатыр. Necha dedim jana? 4 dedi. Tamasha 4 ekan? O'ta yaxshi ya. Ballar, ayni atashi deb taqsimmasini o'rindamdi. Jana 5 qo'su 4 dedi. Qo'sqichlar o'rindamay o'stirsa qalay bo'ladi dedi? 4 qancha bo'ladi? 4 ga 5 qo'sqichlar o'rindamay o'stirib aytishdi. 5 qo'su 4 deganda. Ya, 4 qo'su. Biz al endi qo'sqichni qalay tekshiramiz? Azaytu, amalmen tekshiramiz deganmiz. Qalay? Mana 4, 9, 6, 5 deb tekshiringlar ya. To'g'ri, o'ta yaxshi. Bolalar, bugun sabaq unadimi senlarga? Yaxshi. Nasa aldimizdaga Ismoil berdi. Jasini o'ta yaxshi tushundim desinglar, jasini ko'tarasizlar. Jartlay tushundim desinglar, sarni tushungan yo'qmi desinglar, qizilni ko'tarasizlar. Qani ko'tara qo'yinglar. Voy, tamasha, baribir yaxshi tushundinglar. Endеше sabaqimiz oyoqtaldi. Jinala qo'yinglar.